мемлекетіміздің болашағы жарқын болып, жаңа Қазақстанды құру жолында жастарымыздың үлес салмағы қандай болу керек деген сұрақтан бастағым келеді. Мемлекетіміз өзінің ата заңында демократиялы мемлекет екенін, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет екенін анық жазған. Сондықтан да бүгінгі жастар қандай болу керек? Жастар өздерінің ең бірінші құқықтарын білу керек. Мемлекет алдындағы міндеттері мен құқықтарын толық білген азамат ол мемлекетке жаны ашитын, еңбекқор, патриот және білімді, саналы азамат болып қалыптасады. Сондықтан бүгінгі таңда осы жастардың құқықтық сауаттылығы, қаржылық сауаттылығы, ақпараттық сауаттылығы, сонымен қатар діни сауаттылығы қатар қалыптасу керек деп ойлаймын. Құқықтық сауаттылығы төмен азаматтар заң алдындағы өздерінің міндеттерін толық сезінбегендіктен олар түрлі құқық бұзушылықтарға барып қояды. Ал қаржылық сауаттылықтың төмендігінен түрлі пирамидалық алдауларға түсіп қалады да, соңы жастардың суицидіне әкеліп жатқан фактілер бар. Ақпараттық сауаттылық аса маңызды, өйткені қазір интернет алаяқтық өршіп кеткен заманда біраз біздің жастарымыз одан жапа шегіп жатқан жағдайы бар. Енді осының ішінде мен діни сауаттылыққа да ерекше тоқтағым келеді. Қазіргі заманда бұл діни мәселе тек Қазақстан деңгейінде емес, әлемдік мәселе. Түрлі ағымдар бар қазір. Жастарымыз оған кіріп келіп жатқан жастарымыз жоқ деп айта алмаймыз. Сондықтан да жастарымыз білу керек, ең бірінші құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатқан, зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатқан білу керек. Өздерінің осы өмір сүруге деген өздерінің адами азаматтық ұстанымдары болу керек. Сондықтан олар ешқандай адамның арбауына, олар біреудің жетегіне ермеу үшін өздерінің толық білімдері болу керек. Ол үшін олар мектеп қабырғасында болсын, жоғары оқудың қабырғасында, одан кейінгі білім беру ұйымдарының қабырғасында болсын, жұмыс орнында болсын, өздерінің мемлекет тарапынан бекітіліп берген мына заңның аясында өздерінің толық құқықтары мен міндеттерін толық сезініп, жанашырлықпен, осы патриоттық сезімде әрбір азамат өзі еңбек етсе, қоғам өз үлесін қоса алады. Сондықтан да діни бағыттағы әртүрлі ақпараттарды олар қабылдамайды деп ойлаймын.